Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписациядан бауырын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Алматы қаласының әкімдігі Алматыда мүгедектігі бар адамдарға арналған инватакси пайда болды. Оның қызметін Яндекс Такси агрегаторы арқылы пайдалануға болады. Бұл жоба Алматы қаласы әкімдігінің бастамасымен басталды. Оған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі қолдау көрсетеді. Бұған дейін Алматыда мүгедектігі бар адамдарды тасымалдау үшін арнайы көліктер болған еді, бірақ олар аз болған. Енді Алматының тұрғындары мен қала қонақтары қыркүйекке дейін жаз бойы инватаксидің қызметін пилоттық режимде пайдалана алады. Осы мақсатқа биыл жергілікті бюджеттен 946 миллион теңге бөлінді. Соның нәтижесінде инватаксидің санын 100 автомобильге дейін көбейту жоспарланған. Ал оның жолақысы 2700 теңгеден 3300 теңгеге дейін көбейеді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.